Сәлем достар, бүгін Kiwi кошелек туралы айтатын боламын, яғни қысқа нұсқа қалай тіркелу керек, қалай ақша алу керек, сол туралы айтатын боламыз. Онда іске кірсек, ең алғашқы kiwi.com сайтына кіреміз. Кіргенде бұл жерде бірден шығады, регистрация деп шығады. Яғни номер жазамыз, кез келген болғанда кәдімгі өзіміз қолданып жүрген номер, міндетті түрде номер жазамыз. Өйткені себебі кейін мысалы бір-біріңізге ақша аударатын кезде міндетті түрде сіздің алдын ала телефоныңызға SMS код келеді. Соны нақтылау үшін подтверждение бересіз. Мысалы мен ойдан үйде жатқан номер кіреміз, капча дейді бұны, яғни робот дегенін басамыз, продолжить. И қазір бізге жаңағы жазған нөмірімізге SMS код келу керек. Келді, SMS кодымыз 9155 дейді. Ешкімге айтпа деген екен ғой. Енді пароль жазамыз, бұған пароль жазам. Мысалы болады. Міне дайын уже. Дайын. Міне сіздің Kiwi кошелегіңіз, яғни +7 бұл Қазақстанның стандарттық коды болып есептеледі. Мынау номеріміз. Алдағы уақытта Kiwi кошелегіңіз сұраған жағдайда осы +7-ден басталатын санды береміз осы номерді. Және бұда міне ақшаңыз тұрады, историяңыз болады, неяқтан кімге салдыңыз, кімнен келді, қанша ақша түсті, сол туралы мәлімет болады. Болды осымен достар. Егер түсінбей жатқан жағдайда сұрақтарыңыз болса, ВКонтактеге жазыңыздар, болмаса WhatsAppқа шығыңыздар. Немесе осы YouTube каналдың астына комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап болады. Қош сау болыңыздар.